сен дәрігер ретінде айтып отыр, бұның да денсаулыққа зияны көп деп. Соны жаңағы ердің бәрі күлкі қылып жүрген сөз ғой, мен айттым ғой әлгі адам түгіл әтештер әбігерге түсіп жатыр мына жағдайдан деп. Былай қарасаң күлетін жағдай, былай қарасаң шынымен солай да. Шынымен солай. Адамдар таңғы 2:30-3-те тұрады да, сиыр сағатта қайтын ұйықтайды. Енді сен заңды өзгерткенімен, сағатты ауыстырғанымен күндіз сағаттың тіліне байлап қоя алмайсың ғой. Бұл өзі табиғаттың заңы. Шығатын уақыты бар, кіретін уақыты бар. Біз тек соған ыңғайланамыз да, жұмыс уақытын қоямыз, міне мыншада таң атады, мыншада күн батады. Алдық та бір-ақ күнде тарс еткіздік, жарайды, істеді, министрлік қаулы қабылдады, енді нәтижесін көріп тұр ғой, ол тиімсіз екен. Пайдасы жоқ, бүкіл дәлелмен айтып тұрмыз. Соның өзінде әлі күнге кешеде мысалы Тамара Босымбекқызының әңгімесін көріп қалдым. Бір-ақ жыл болды, үйтті, бүйтті дейді. Немене сонда біздің басқа облыстардың тұрғындарына тәжірибе жасайтын шыққан ба? 3 жыл күте тұрайық, үйтейік, бүйтейік